Арма ағайын, ал бісміллә деп тойымызды бастайық. Сіздерді асыға күтіп отқандарыңызды білемін. Негізі бұл тойды енді түсірген официальный адамдар бар ғой. Олар видео жіберем дегенше мен шыдамай өзімнің әйтеуір түсірген, жан-жақтан түсірген видеоларды жинақтап әйтеуір сіздерге бір видео түсіруді жөн көрдім. Сіздерге бәрін әйтеуір бір жинақтап көрсетейін. Енді тойдың боларынан болатынысы қызық дейді ғой. Қанша күн осы той деп жүгіріп, күнде базарлап кетіп қарап отырсаң, бір кішігірім ғана шағын той ғой. Сонда да бәрінің әдемі, идеальный болғанын қалайсың. Осы тойды сіздер болып, біздер болып әйтеуір асыға күттік қой. Тойда не болған, қалай болған, кішігірім бәрін түсіндіріп кетейін. Мына суретті қарап отырсаңыздар, бұл менің төркінімнен келген нағашы бөлелерім. Мынау менің кетіп бара жатқан туған анам. Тойдың енді өзі той болған адамға өзі той көрінбейді, өзі далбырақтап жүріп, не болады, не қояды деп жүріп. Енді осы той полный басынан аяғына дейін өзім мойныма алғаннан кейін бәрін өзім мойныма алдым. Даже тамадыға дейін заказ беріп, бәрі әйтеуір Аллаға шүкір, аман есен тойымызды аяқтадық. Енді сіздерге аяқтадық деп сразу аяғына кетіп қалдым ғой. Енді тойымыз енді басталып жатыр. Енді тойда да енді бәрі плюс болды, идеальный болды деп айта алмаймын. Оның минус жақтары тек өзімізге ғана көрінеді ғой. Ол ең бір минустың бірі осы біздің шығып келе жатқан тағымыз болды. Бұл тақ негізі андай қоршалып тұратын тақ сияқты төбесі бар, сондай бар тұғын ғой. Оны алып келетін адамдар оны ұмытып кеткен ғой. Ана жерде тағы бір нерв жетіп бір көтеріліп алдым. Енді ол жерде не істеп көтерілмейсің, енді бір жағына ренжідім, бір жағынан оның ақшасын бермей қойға да болатын еді. Тойдың аяғына дейін әйтеуір барынша біздің көңілімізден шығып әйтеуір тойдың басталуын ғана бастап беру керек тұғын бұлар. Содан кейін мана темірді әкелмегеннен кейін, өздерінің қателігін түсінгеннен кейін тойдың аяғына дейін болып, мына мишкалар бәрі бірге қызмет етті. Бірақ сол ашуым басылған жоқ, бірақ сонда да енді полный ақшасын бердік. Бір құдды бір арба сөреп келе жатқандай болдық. Бірақ оның минусы тек өзімізге ғана көрінеді ғой, тойдың көріністерінің ішінен. Енді жан-жақтың бәрінен сұрап жатыр ғой, енді той қалай болды деп өздері де айтып жатыр комплимент ретінде. Той күшті болды деп, көйлегіміз болмап еді алдында, бос емес тұғын, көйлегімізді әйтеуір келе қойды, бос бола қойды, көйлегімізді әкеле қойды адам, прокатқа алған адамда. Әйтеуір бәрі аяқ астынан әйтеуір орын-орнымен бола қойды. Ең тойдың көркі қыздарға, мына осы биші қыздарға да көңілім толды. Өйткені өз орнымен чотко өз билерін билеп, идеальный киімдері да бәрі идеальный. Мен бұл жерде біреу таныс арқылы, біреу арқылы берген жоқпын. Мысалы, банбарке болсын, тойдың мысалы тамадысы болсын, біреу болсын. Мен просто интернеттен қарай салдым, мынандай керек деп, солар бойынша заказ бере салдым. Ал енді тойдың мынау тұсаукесер сәтіне келейік. Алдында да сіздерге айттым ғой, нағашы ата апасы тұсауын кеседі деп. Енді мына жерде менің сөйлеп тұрған өзімнің анам және де қасында тұрған әкем. Негізі қыз баланың тұсауын әйел адам, ер баланың қыз сияқты қылықты, мейірімді болсын деп әйел адам кеседі екен. Ал ер баланың тұсауын жігіт, нағыз ер азамат, ер мінезді болсын деп ер бала кеседі екен. Негізі қазақ өзі бір ырымшыл халықпыз ғой. Өз басым ырымға негізі көп сенетін адамдардың бірімін. Солай қызымыздың тұсауын мамамызға кесуді жөн көргіздік. Мына жерде енді қызымызға ал деп жатыр қой, ал деп. Ол мандраж жан-жағында адамдардың бәрі қарап тұрғаннан кейін өзі де саз қалақтап көтер деп, мен мына жерде ал деп бәріміз жан-жақтан жамырап атқаннан кейін ол да саз қалақтағаннан әйтеуір машинаның кілтін алды. Мен бұл жерде білмейді екен, машинаның кілтін алса не болатынын. Егер де білетін болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Бұл жерде мына видеолардың бәрін музыка арқылы салуға болатын еді.
өзім бір ішкі түйсігіммен, өзімнің ішкі эмоциямен бөліскім келгесін сіздерге осылай сөйлеп салғанды жөн көрдім. Ал мына жерде анам тек тұсау кесеуге арналған балама велосипедін, қыз балаға киімін және де детский игровой площадка дейміз ғой, детский площадка әкеліпті. Оны келесі видеода көрсетейін. Егер сіздер қаласаңыздар, анпанкейк жаса десеңіздер, келесі видеода қаласаңыздар, сол видеоға киімдерге бәріне анпанкейк жасап кетейін. Егер де я десе, комментарийға я деп жазып кетіңіздер. Ал мына жерде тойдың сәнін келтіріп атқан менің нағашыларым, нағашы жақтарым менің төркінім, бидің түбірін түсіріп атқан. Ал мынау сіздердің басты кейіпкерлеріңіз дейм ба, не дейін? Басты кейіпкерде жүрген осы қыздарыңыз, келіндеріңіз осы. Өзімде прическа жасаған кезде да андай қатып өргізіп бере алуға болатын еді. Просто шашым дәу, басым дәу болып кететін болған соң өзім просто осылай прическа, осы қарапайым прическа жасата салдым. Ал мына жерде бейші қыздарымыздың биі маған қатты ұнады. Зато мен өзім қарап тұрмын ғой, айтып тұрмын, киімдерде удобно, киімдерде тап-таза жылтыр, көргенге приятно да. Бұл қыздарыма да рахмет айтамын. Әйтеуір той біткенше әйтеуір қатты уайымдап болдым ғой. Қай жері минус болып қалады, қай жері плюс болып қалады деген сияқты кемшіліктің бәрі өзіне көрінеді деп манадан бері өзім айтып жатырмын ғой. Аллаға шүкір, әйтеуір бәрін аман есен өткізгенім, әйтеуір бір уф деп жатырмын. Енді бір от души демалыс керек болып тұр гүлімге. Тойға енді бір-екі әнші шақырғанбыз. Олар бір-екі өздері енді себептерімен келе алмайтын болдық деп хабарын берді. Бірақ бір әншіміз келіп, Жан Ахмадиев келіп, өзінің әуезді әнін шырқап кетті. Қазақтың рэпері дейміз ғой, рэпері көбіне рэптер жағынан біледі екен, былай негізі былай әндер жағынан көп әндерін тани білмейді екен. Күшті көп әндері бар екен ғой, 4-5 ән шырқап кетті. Халық ризашылықпен қарсы алып, әуеніне белеп, әйтеуір риза болып қалдық. Егер де осы тойдың бәрі музыкамен идеально қарағыларыңыз келсе, инстаграмға қарай өтіңіздер. Сол жақта әйтеуір барлығын салуға тырысайын. Музыкальный мен даусымен емес, музыкальный мен тыңдаған әдемі сияқты десеңіздер егер де. Ал енді сіздер сырт көзге сіздерге көрініп отырған сіздерге көрінеді ғой. Енді тойды көрмесеңіз де, көзбен көрмесеңіздер де, енді сырт көзге қарағанда қалай болып отыр? Егер де жақсы болса жақсы, жаман болса жаман деп бір нелеріңізді, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер комментарийға. Және де мынау біздің берген тортымыз, біздің бір қателігіміз болып қалыпты. Енді тортты біз қайтар кезде, бір тос қалған кезде ғана беріппіз да. Енді барынша кесіп бердік. Ал енді келесі кезекті сіздерге бердім. Комментарийларға өздеріңіздің пікірлеріңізді бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеода анпанкейк салайын ба, жазып кетіңіздер.